Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде нейролотос аялдық қабілеттілікті арттыру деп айтамыз, немесе өз-өзімізді қабылдау деп айтамыз. Бүгін нейролотос салу арқылы біз өзімізді жақсы көруге, яғни балалық шақтан біз қыз бен ер баланы ажыратып алуға сәттен бастап бері қарай жаңағы өзіміздің әйелдік болмысымызды, қыздық болмысымызды қабылдап, сол бойынша энергиямызды арттыратын бүгін нейрографикамен сіздермен таныстыратын боламын. Бұл нейролотосты мен өте жиі саламын. Жаңағы соңғы уақыттарда әсіресе өте қатты жақсы көретін алгоритмдерінің бірі. Бұл алгоритмде жаңағы округлениелер көп, маңызды қатты рөл ойнамайды. Ең бастысы бізде даже листоктарымыздың өзінде бір ровно салу, әдемі қылып салу деген түсінік мүлдем жоқ. Жаңағы бестік позиция дейді ғой, жаңағы үздіктік позиция деген нәрсе мүлдем болмау қажет. Өйткені гүлді қарасаңыздар, әртүрлі листоктары әртүрлі болады жапырақшалар. Біреу ашылып тұрады, біреу қисайып тұрады, біреу түзу тұрады, біреу үлкендеу болады деген сияқты. Сол сияқты сіздерге де айтарым, салып атқан кезде үздік позициясынан алшақ болыңыздар. Енді біз нейрографикамыз бастамас бұрын ең алғаш біз 2 минуттық жаттығуымызды жасап аламыз. Ол үшін тақырып қоямыз. Алдыңғы видеода барлығы көрсетілген. Тақырып қоясыздар да, сол тақырыпқа сай сіздер жазып шығасыздар. Бұл жолғы тақырыптар қандай болуы мүмкін? Бұл жолғы тақырыптар мен өзімді жақсы көремін. Мен бақытты дана анамын. Немесе мен бақытты қызбын. Немесе мен бақытты әйелмін. Білмеймін, қандай ой келеді ойларыңызға да. Әйелдік болмыс бойынша қыз болсаңыз, қыз болмыс ретінде ойыңызға қандай тақырып келеді, сол тақырыпты жазып, соған қарап 2 минуттық 20 сөзді жазып шығыңыздар. Біреуіңізде 25 сөз, 30 сөз болуы мүмкін, 40 сөз. Маңызды емес, ең бастысы 20-дан кем болмау қажет. И содан кейін біз медитацияға кірісеміз. Қазір видеоны паузаға қойып, 2 минуттық жаттығуыңызды жасап алыңыз. Ал енді паузадан шығарсаңыз, бізде ең алғаш медитация жасаймыз. Медитация жасау үшін ең алдымен мынау аяғымызды ровно айқастырмай тіке жерге тренч ретінде отырған болсаңыз, тренч ретінде аяғымызды тіке қойып, нық қойып, чтобы опора дейді ғой, құлап кетпейтіндей, нық қойып, қолымызды санымыздың үстіне немесе столдың үстіне қойып, айқастырмай ешқандай жерімізде, қолымызды айқастырып отпай, аяғымызды айқастырып отпай, тіке отырып, көзімізді жұмып медитация жасаймыз. Яғни, қазір мен ситуацияларды айтып отырамын, соны көзге елестетесіз, визуализация жасайсыз. Хорошо? Так, бастаймыз. Орнымызға жайғасып отырамыз, көзімізді жұмамыз, істемізді елестетеміз. Сіз балалық шақтағы өзіңізге саяхатты бастадыңыз. Сіз жолда келе жатырсыз. Кенет алдыңыздан бір кішкентай қыз шықты. Ол кішкентай қыз өзінің енді қыз бала екенін түсініп атқан сәті. Өзінің ер бала қандай болады, қыз бала қандай болады деген түсініктің алғаш қалыптасып атқан жас кішкентай қыз. Сол кішкентай қызға қарай жақындаңыз. Қараңыз, ол сізсіз. Сіздің ең алғаш ермен әйел болмысын, қызбен жігіт болмысын ажыратып, мен қызбын деп айнаға қарап, бойыңызды түзей бастаған кезіңіз. Қыздың бейнесіне қараңыз. Шашына, киіміне, бет-әлпетіне қараңыз. И қызға айтыңыз. Сәлем. Қалың қалай? Сен өте әдемі қызсың. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Қандай сұлусың сен. Қандай әдемісің. Деңізді қызды құшағыңызға басыңыз. Құшақтаңыз. Құшақтап тұрып қызға, мен сені ренжіткен кездерім болса, кешірші. Мен сені бағаламаған сәттерім болса, мен сенен кешірім сұраймын. Мен сені осы болмысыңмен қабылдаймын.
мен сенің осы болмысыңмен жақсы көрем. Бізден идеальный, керемет, әдемі, өзін жақсы көретін қыз баласын жасаймыз. Біздің қолымыздан келеді. Деп қыздың жүзіне қараңыз. Қыздың түріне, бет-әлпетіне қайтадан мән беріңіз, қандай эмоцияда тұр. Күлімдеген болса, қалай күлімдеп тұр. Сол эмоцияны өзіңізде сезініңіз. Ол қызбен қоштасыңыз. Мен саған сен қалаған уақытта келуге дайынмын. Біз әлі тағы да жолығамыз. Ешқашан ұмытпа, мен сені жақсы көремін. Деп қызбен қоштасыңыз. Қоштас алсаңыз, қоштасу болғаннан кейін көзіңізді жаймен ашыңыз. Терең тынысталыңыз. Тынысыңызды терең алыңыз. Осылай визуализациямыз аяқталды. Енді біздің нейрографикамызды бастаймыз. Ал енді біз нейролотосты бастаймыз. Гүлімізді бастамас үшін гүл міндетті түрде дәнден, ұрықтан пайда болады ғой, Сол сияқты ақ қағаздың ортасынан центрге осылай нүкте дәнімізді қойып аласыздар. Сөйтесіздер да бұл дәндің жан-жағын барлығын дерлік қоршап қоясыздар қауіпсіздік үшін, Осылай әдемілеп дөңгелек қоршап қоясыздар. Осы дәнімізді дамыту үшін, пісіру үшін, бұл жерде дән деп тұрғанымыз өзіміз ғой, өзіміздің балалық шағымызға медитацияда жолыққан, Осылай нейрографический линиялар жүргізіп, оны округлять етіп отырып, дәнімізді пісіреміз. Пісір кезде қалай? Біз қайтадан сол медитациядағы кішкентай қыздың бейнесіне ораламыз. Соны ойлай отырып, біз нейрографический линиямызды округлять етіп отырамыз. Осы жерде бір нәрсені айтып өтейін, қыздар. Бізде нейрографический линиямыз, біздің қазір гүлдеріміздің листоктары бірдей болу маңызды емес негізінде да. Жаңағы үздік позициясынан алшақ болсаңыздар деймін. Өйткені бір гүлдерді, табиғи гүлдерді қарасаңыз, жапырағы былай қисайып тұрады, біреу басқаша қисайып тұрады, бірақ өте әдемі сәнді көрінеді ғой. Сондықтан гүлдеріңіздің жапырақтары өзгеше болып жатса, кіші болып жатса, ешқандай оған уайымдап мән бермеңіздер. Сонымен біз қазір өзіміздің алғашқы жапырақшамыз осылай бастаймыз. Жасап отқан кезде үстіне бірнеше мәрте жүріп отырып, өзіміздің ең алғаш жаңағы мамаларымыздың қалай еркелететіні туралы, балалық шақта біздің мамаларымыз қалай еркелететінін біз ешқандай мінсіз, қазір мысалы айтамыз ғой, жаңағы мына жерім былай болып тұрған сияқты, мына жерім былай болып тұрған сияқты деп бірден де имит етеміз ғой біз, бірақ сол сәттерде, кішкентай сәтімізде өзімізді риясыз жақсы көріп, ешқандай одолжениесіз мамаларымыз жаңағы бізді періштем, кішкентайым, принцессам деген сияқты әдемі сөздермен еркелететін еді ғой. Сол сөздерді еске ала отырып, осы листоктарды сызып, жапырақшаларды сызып бастайсыздар. Және жапырақшаларды жапсап отқан кезде міндетті түрде бірнеше қайтара туралап отырыңыздар. Жаңағы өзгерткіңіз келген жерлерді сразу реттестіріп отырыңыздар. Міне қараңыздар, мен мысалға ұштары шықпай қалғандарын ұштарын жоғары қарай шығарып, әдемілеп және сразу сызықтарды қайталап басып отқан кезде міндетті түрде жаңа округлениемді жасап отырмын, Осылай тура округление жасап отырыңыз. Округление жасап отырған кезде жаңағыдай балалық кезімізді еске алып отырыңыздар. Мамамыздың қалай жақсы еркелететін, папамыздың қалай еркелететін, қалай бізді жақсы көретін, бауырларымыздың қалай жақсы көретін, өзіңіздің алғаш айнаға қарап, алғаш боянған сәтіңізді, өзіңізді жақсы көрген сәтіңізді, әдемі көйлек әперген кезде жаңағы қалай әдемі көйлекке қалай киіп, қалай айнаға қараған сәтіңізді, сондай балалық шақтарыңызды еске алып отырып салыңыздар,
Одан кейін бізде егер де сосын сол еске алып округление жасап болғаннан кейін біз уже жаңағы басқаша қадамға қарай көшеміз. Бұл жерде нейролотосты салу мақсатының өзі өзіміздің әйелдік болмысымызды қабылдау, өзімізді жақсы көру деген сияқты. Бұл жерде листоктардың саны қарайсыздар, саны өте маңызды емес. Біреуіңізде 4-еу шығуы мүмкін, біреуіңізде 5-еу шығуы мүмкін. Және орталарынан осындай жапырақтың іздері болады ғой, былай сызықтар түседі. Тура сондай сызықтарды нейролиния арқылы жүргізіп отырасыздар. Және мынау қараңыздар, эмоционалдық күйіңізге өте қатты назар аударыңыздар. Себебі кейде мына бір ұштары, гүлдердің ұштары сізге шығып тұрған болып жағымсыз әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұның ұштарын да қазір біз нейрографический линия арқылы жоғары қарай шығарып тастайтын боламыз. Ең алдымен біз жапырақтың бірінші ішкі өзектерін барлығын нейрографикалық линиямен сызып шыға береміз. Округление жасауды мүлдем ұмытпаймыз, және дыханиямызға аса назар аударып отырыңыздар. Қалай болып жатырсыз, не болып жатыр, телаңыз не сезініп жатыр, ата-анаңыздың балалық шағыңыздағы естеліктерді, ата-анаңыздың еркелетулерін еске алған кезде қандай болып жатсыз, қандай сезім бойлап жатыр бойыңызда, қобалжу ма, қуаныш па, или жылағыңыз келіп жатыр ма, мүмкін сол сәттегі бір айта алмай қалған, өзіңізге айта алмай қалған нәрселер болып жатыр, мүмкін сөздерді есіңізге түсуі мүмкін, соларды еске алыңыз. Және өзіңізді риясыз ешқандай мына жерім семіз, мына жерім арық демей, бетімнің мына жері мынандай демей, өзіңізді шексіз ешқандай айыптаусыз жақсы көрген сәтте қандай сезім туып жатыр, қалай болып жатсыз деген сияқты бүкіл сезімдеріңіздің бәріне мән беріп отырыңыз. Содан кейін егер осының бәрін ата-анамызға өзіміздің алғашқы сәтімізді біткеннен кейін біз уже дайын болсаңыз екінші қатарға өтеміз. Яғни екінші қатардағы листоктарымызды сала бастаймыз. Ол листоктар мүмкін екі листоктың ортасынан шығуы мүмкін, немесе тура төбесінен шығуы мүмкін. Оның да бір тұрған бір ережесі жоқ. Бір нейролотостың маған қатты ұнайтыны, оның бір жаңағы осылай болу керек, гүлдің жапырағы осындай жерде тұру керек деген ереже жоқ. Егер гүл жапырақ тура жапырақтың үстінен шығуы да мүмкін. Ол өзіңіздің еркіңізге байланысты. Және жасап отқан кезде міндетті түрде округлениенің бәрін жасап кетуді ұмытпаңыз, өйткені сіз уже жаңағы шатасып кетуіңіз мүмкін, егер де округление жасамайтын болсаңыз. Одан кейін осыны жасау, енді уже біз екінші листоктан бастап өзіміздің жақсы көретін сөздерімізді айтамыз, яғни қабылдау. Мысалға бұл жерде мен айтуым мүмкін: Айзат, мен сені қандай болсаң да, қалай болсаң да, мен сені өте қатты жақсы көремін. Сені өзге адамдар үшін өзіңді төмен санауың міндетті емес, сен өзіңді осы қалпыңмен жақсы көруге лайықтысың деген сияқты. Солай өзімізге деген махаббатымызды, жаңағы өзімізге деген кешірімімізді, мен сені осы уақытқа шейін жаңағы осы уақытқа дейін мен сені жаңағы ұнатпаған болсам, мына жерің мынандай, мына жерің бұлай деп қабылдамаған сәттерім үшін, мынандай дегендер сіздер өздеріңіздің сөздік қорларыңызбен айтып отырыңыздар. Солай мен сені осындай болмысыңмен, барыңмен, мен сені томпақтығыңмен, әдемілігіңмен мен сені барынша қабылдаймын деген сияқты осынша екінші рядымыз біздің тек қана өзімізге деген махаббатымызды, өзімізге деген кешірімімізді беріп отырып салатын боласыздар. Және салып жатқан кезде міндетті түрде округление жасаңыздар. Дыханияңызға мән беріп отырыңыз. Өзіңізді жақсы көремін, сен қандай болсаң да мен сені қабылдаймын деген кезде қандай сезім болып жатыр, не туындап жатыр, қалай болып жатырсыз, соның бәріне мән беріп отырыңыз. Және қарасаңыздар, менің гүлдерімнің бір жақ беті кіші болды да, екінші жақ беті уже үлкен болып кетіп бара жатыр. Ол тоже это нормально, бірақ өзіндік уже бір әдемі гүлдік форма ашыла бастады. Алғашқы қараған кезде біздің гүліміз уже жазыла бастады. Яғни сіз одан әрі әдемі бола бастадыңыз. Осыны естіген кезде қандай сезім болып жатыр, соның бәріне мән бере отырып салыңыз.
жаңа мен айттым ғой, үшкірлер сізге агрессия туғызып жатқан жоқ па, сізді жаңа мазасыз күйге түсіріп жатқан жоқ па деп, иә. Ол үшкір болып тұрған гүлдің жапырақшаларының барлығын біз нейрографический линия арқылы қағазымыздың сыртына шығарып тастаймыз, иә. Шығарып тастаймыз, яғни тура мен қазір видеодағыдай осылай барлығын шығарып тастайсыздар, және қиылысқан жерлердің барлығын дерлік округление жасайтын боласыздар. Осы үшінші қатарда енді тағы да листоктарымыз, округление жасап болған кейін листоктарымыз жасап бастаймыз. Бұл үшінші қатар біздің уже немен айналысқымыз керек. Өзімізді жақсы көріп бағалау үшін сіз немен айналысқыңыз келеді? Мүмкін бір спортпен айналысқыңыз келетін шығар. Мүмкін бір музыкамен айналысқыңыз келетін, білмеймін, әр адамға өзінікі индивид, иә. Сондықтан жаңағы өздеріңіз немен айналысқыларыңыз келеді, сол туралы салыңыздар. Мен осы жерде опытымда өмір жаңағы шаг жүруді құнттамайтын тұғымында 10 000 шаг, күніне 10 000 шаг жүргім келетін, бірақ каким-то образом әйтеуір бір сылтау тауып алатын. Осы нейролотосты салып отқан кезде бір запросымда мен шаг жүремін деген болатынмын да, бірақ еш сылтауым бітпейтін, сылтауым өмір бітпейтін. Сонымен бір күні больницаға бардық, бізге дәрігер айтты, сіздің қаныңыз қоюланған, сізге де балаңызға да таза ауада көп жүрген өте пайдалы ғой. Неге? Балаңыздың денсаулығы үшін жаңағы просто ауру емес балам, просто жақсы болу үшін, одан әрі жақсы даму үшін неге сіз жаңағы таза ауада көп серуендемей шаг жасаңыз, жүріңіздер, прогулка жасаңыздар деді. Содан бастап біз таңертең 5 000 шаг, кешке таман 5 000 шагпен 10 000 шаг жүріп бастадық. Кәдімгідей ойлауым өзгерді, жаңағы балам да денсаулығы жақсы болып жатқанын, яғни оған пайдалы болып жатқанын білудемін. Өзім үшін де қан айналымыма жақсы әсер етіп жатқанын біліп жүрмін, иә. Осы нейрографический линияны сіздер қазір өз хоббиларыңыз бойынша жасап, оны округление жасайсыздар ғой, иә. Немен айналысқыңыз келеді? Өзіңізді жақсы сезіну үшін, өзіңіз одан әрі жақсы көру үшін немен айналысқыңыз келеді деген кезде, мысалы спортпен дейтін болсаңыз, міндетті түрде Вселенная сізге белгілі бір себеп тауып береді сол нәрсемен айналысуға. Осылай үшінші қатарымызды да толығымен жасап аласыздар. Ары қарай уже каждый қатар қосылған сайын сіздер уже өзіңіздің не нәрсе болған қалайсыз өміріңізде, қалай болған қалайсыз, мүмкін салонға барып өзіңізді әсемдеп әдемілеуіңіз келе ма, білмеймін. Өзіңіздің әр қатарыңыз, яғни әр жапырақша қосылған сайын сіздің әр нәрсенің өміріңізде болғыңыз келген, сіздің әдемі болуыңызға, нәзік болуыңыз, пайдасы тиетін дүниелер болса, заттар, жасау керек заттар болатын болса, сол нәрсеге арнап отырып жасайсыздар. Бұл жерде қатары, листоктың қатары мынанша болу керек деген маңызды дүние жоқ, иә. 4-еуден кем болмау керек ең басы. 4-5 қатар болса бола береді, яғни 4 қатар болса да болады, 5 қатар болса да болады. Осылай әр қатарларыңызға жасап кете бересіздер. Бірақ жасап атқан кезде міндетті де сезініздер, эмоцияңыз қандай болып жатыр, қандай эмоция кеп жатыр, не сезініп жатсыз, денеңіз не сезініп жатыр, тырысып жатыр ма, сол кезде ашық сұрақтар қойып отырыңыз, неге тырысып жатыр, неге олай болып жатыр, не үшін ондай сезім болып жатыр деген нәрселерді еске алып отырып салыңыздар. Сосын бұл жерде қатар саны туралы айтайық. Менде қазір мысалға 3-ші қатар салынып жатыр ғой. Жалпы нейролотоста 4 қатардан кем болмау қажет. 4 қатардан кем болмауы мүмкін, 5-6 қатар болуы мүмкін. Мысалға сіздер А3 форматқа салсаңыздар, мен де А4 салғам, А3 форматқа салатын болсаңыздар, ары қарай үлкейіп кете беруге де бола береді, еш нәрсе етпейді. Ол сіздің жаңағы өзіңіздің әдемі болуыңыз үшін қандай нәрселеріңізді дамытуыңыз керек деген тақырыпқа ары қарай салып, әр қатарға салып кете бересіз. Әр қатар салған кезде сол эмоцияны терең сезініңіздер. Не беріп жатыр, инсайт, қандай инсайт беріп жатыр. Мүмкін неден бастау керегіңіз сізге подсознанияңыз осы кезде айтуы мүмкін. Сондықтан барлық сезімдердің бәріне, келіп жатқан ойдың бәріне мән беріңіздер.
түс беру кезінде сіздер әр жерге әртүрлі түстермен кем дегенде 2 торға 3 торды бояп отырып саламыз ғой. Өзінің ережесі бар ғой, ол алдыңғы сабақта айтылған мен ақшаның магнитінің курсында бар. Сол жердегі жаңағы түстерді берсеңіздер болады, немесе әр қатарға өзінің түсін берсеңіздер. Маған бөле әр қатарға өз түс берген ұнайды. Сіздерге ше? Мен өзімнің нейролотысымда салып болдым. Сіздердікі қалай? Ұнады ма өздеріңізге? Қандай сезім болып жатыр? Барлығын дерлік бөліссеңіздер. Қайырлы білім болсын. Енді түс беріп бастайсыздар. Бірінші мысалға әр қатардың өзінің түсі болса да болады, немесе жаңағы әр жеріне әртүрлі кем дегенде 2 торды қатар бояп отырып, 2-3 торды солай түс берсеңіздер де болады. Бірақ негізі маған әр қатарды, әр жапырақтардың қатарын бір түспен бояған бөле әдемі көрінеді. Сондықтан мен солай бояйтын боламын. Сіздер де өз еріктеріңіз қалай боясаңыздар да. Бояп атқан кезде қандай сезім болып жатқанын мән беріп отырыңыз.